Lenovo туралы 10 дерек. Lenovo Group Limited қытайлық компьютер компаниясы 2011 жылдың соңына қарай дүние жүзінің ең үлкен 5 персоналды компьютер өндірушілерінің ішінде екінші орында. Lenovoдан бас бестікке HP, Dell, Acer, Asus кіреді. Гонконгте тіркелген ұйым үйі Бейжің қаласында орналасқан. Негізгі зерттеу орталықтары Ямато, Жапония, Бейжің, Шанхай және Шыңжаң, Қытай және Рейлиде, Солтүстік Каролина. Компания 1984 жылы Қытайдың ғылым академиясы қаржысына қытайлық ғалымдардың тобымен іргесі қаланған. Бас кезде компания аты New Technology Developer Incorporated болатын. 2 жылдан кейін Legend және негізгі қызметтері Қытайдың басқа өңірлерін компьютермен қамтамасыздандыру және иероглифтерді коддалау болатын. 2003 жылы компания атын Lenovoға ауыстырып, 2004 жылдың желтоқсанында американдық компьютер өндіретін IBM компаниясын 1,25 миллиард ақшаға сатып алғандығын жариялады. Сатып алу туралы мәміле тек 2005 жылдың мамырында аяқталды. Келісімге сәйкес Lenovo IBM брендін 2010 жылға дейін қолдана алатын, ал қазір тек Lenovo атымен өндірілетін болды. 2010-11 жылдардың 3-ші жартысында Lenovo мен NEC компаниялары келісімге келіп, бірге NEC Lenovo Japan Group бөлімін ашқан болатын. Келісім 175 миллионнан бағаланып, 51% табысты Lenovo, ал 49% NEC үлесіне тиді. 2011 жылдың маусымында Lenovo Батыс Еуропада персоналды компьютерлердің сегменттері мультимедиалық құрылғы, мобильді байланыс қызмет көрсету және электроника тауарлары бойынша алдыңғы қатарда орын алатын немістің Medion компаниясын сатып алады. Сатып алынған компания Lenovoға өз үлесін Еуропа, Германия нарығында арттыруға мүмкіндік береді. Lenovoның негізгі акционерлері Қытайдың ғылым академиясы Legend Holdings Ltd 41,5%, Американың тікелей инвестициялау қорлары Texas Pacific Group, General Atlantic LLC және Newbridge Capital LLC 2,8%, 51,1% қорлық биржада бәсекелеске түсуде. Компанияның 2010 жылдың 12 шілдесіндегі нарықтық капитализациясы 5,6 миллиард долларды құрайды. Директорлар кеңесінің төрағасы Ян Юаньцин. Компания персоналды, қалта компьютерлер, ноутбуктер, серверлер, бейнепроекторлар және тағы басқа өнімдер шығарады. Өнімдердің шығарылатын негізгі тауар белгілері Lenovo, ThinkCentre, ThinkPad, IdeaPad. Coca-Cola, NASA, Microsoft, Intel, Mercedes, BMW сияқты компанияларды IT шешімдермен қамтамасыздандырады. Gartner Analytical компаниясының мәлімдеуінше, Lenovo 2009 жылы 6,96 миллион компьютер сатқан екен. Оның 60% ноутбук болып есептеледі. 2010 жылға компанияның персонал саны 20,8 миллион адам. Сол жылғы қаржылық табысы 16,6 миллиард долларды құраса, оның 129 миллионы таза пайда. Lenovoның жекеменшік зауыттары ақш, Мексика, Үндістанда бар. 2007 жылы Еуропада бірінші зауытын Польшада ашқан болатын. Компания дүние жүзі бойынша 5500 патентке иелік етуде. 2010 жылы Business World журналының алдыңғы қатардағы 30 топ компания қатарына, 2011 жылы Forbes журналының ең экологиялық таза компания ретінде алдыңғы 10-ға кірді. Lenovo атауы Le, алдыңғы атауы Legend және латынша аблативтік септікте Novo, жаңа сөзінен құралған. Қытай тілінде байланыс немесе біріккен ой, одан басқа креативтік сәнді ұғымына да сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет.